Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесі. Бүгін біз сабақта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаймыз, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз. Ең бірінші, Қыпшақ Сейітқұл қандай адам деген сұрақ бойынша Сейітқұл бейнесін кластер арқылы көрсетіңіз. Келесі тапсырма. Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінің сюжеттік дамуын реттілікпен орналастырыңыз. Біз шығарманың мазмұнымен танысқаннан кейін оқиғаның басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі мен шешімін анықтап, тиісті жауаптарын рет-ретімен орналастырыңыз. Келесі тапсырма. Шығарманың тақырыбын анықтаңыз. Яғни осы шығарманың тақырыбы негізінен еңбек түбі береке, Сейітқұлдың қуанышы, елдің егіншілік кәсіп етуі. Осы үш жауаптың бірін таңдап жазамыз. Келесі тапсырма. Берілген үзіндіні оқып, шығарманың идеясын анықтаңыз. Бұл үзінді оқулықта берілген, осы үзіндіні оқу арқылы шығарманың идеясын анықтаймыз. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта білгенім маңызды болды. Қандай да тапсырманы орындауда қиындықтар кездесті және де ең тиімді болғанын анықтаймыз.